Maşallah, öte sonun qo'chqor. Sizga kelganda letim turib qoladi ekan-da o'zi. Assalamu alaykum, hurmatli bizning kanalının görüşçüleri. Kutmandуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз чыгарылышта сиздерге туугандар Арашан асыл тукум короосун көрсөтүп беребиз. Арашан коюн кармаган Алтынбек байкебиздин короосуна келдик. Учурда биз Чүй облусунун Москва районуна караштуу Петровка айылында турабыз. Бул корооду буга чейин көрсөткөнбүз. Машалла. Азыр мен сиздерге биринчи тааныштырып кетейин. Алтынбек байке Петровка дегенде бүт эле таанышат. Бир карап коюң Алтынбек байке. Алейкум ассалам. Микрофон тагып коюн. Эмо көкүрөк эле, ушундай тагып коелу. Тагып алың, сен катуураак сүйлөй бересиз буюрса. Бүгүн мына туугандар 22 февраль 2023 жыл Алтынбек байкенин короосу боюнча кыскача айтып кетейин. Бул короодо мурун статус кочкору болгон, Титаник болгон, эки кочкордон кетти. Эми буюрса жалаң жаш Арашан токтулар менен жана жаш кочкорлор менен кайрадан чарбаны баштады буюрса. Көзгө басар кочкору да бар. Бирөө менен чектелбестен бир канча кочкору бар экен. Азыр Алтынбек байке биз менен тааныштырсын. Алтынбек байкенин достор, инилери бул жакта корооду тамаша кылып атабыз. Алтынбек байке, ассаламу алейкум. Сиздин корооңузду көрсөт элеге көп болуп кетти. Бир жылдай болуп кетти. Титаник саткан болчубуз, былтыр. Экөөбүз эмне көрсөтөбүз эми бүгүн корооңуздан? Бүгүн биздин ошо бир жаш козу кочкорлор. Так. Бул жерде кайсы кочкордун балдары? Бул статустун баласы. Нолы? Наркыл Безухидики. Мого, Безухиди кармачы, иним гел кармачы. Безухи. Машалла. Дагы кайсыныкы бар сизде? Бул Безухидин баласы. Машалла. Тиш жарган, Тиш жара элек булар, бир жаш. Мына, ачып койчу тишини. Эми тиши кичине калы бирок. Козу тиш булар. Безухиники, бул сиздин корооңуздан туулган же Тимур байкенинен туулган? Тимур байкенинен туулган бул. Энеси да ошонук. Энеси да Тимур байкеники. Тимур байкенин короосунан келген. Машалла, Безухини баласы. Кандай бул эми сизге производитель кочкор болобу буюрса? Ошо койгон кошконго деп шап келгенбиз буюрса. Машалла. Мына статустун баласы. Бул статустун баласы. Кудум эле атасынын өзү. Машалла. Так. Муну эми айтып бериңиз эми. Даныйлары мына Тимур байкеден келген экен, энеси дагы, атасы дагы Тимур байкенин короосунан чыккан. Бир эгесинде энеси менен алып келгенбиз. Машалла. Эми кан куурмай экен да, Энеси Висак деген кочкордун кызы деген. Машалла. Машалла. Бул эми кандай? Күздө койлорго түшөбү? Буюрса сайын койго кошула элек, эми күздө бөлүп кошобуз деп турабыз буюрса. Машалла. Так, бул кочкор экен, бошото бер. Так, бул статустун балдары, Үчөө теңби? Экөө статустун, бирөө Султан деген кочкор. Мына экөө статустан, Бул экөө статустан, могу Султандын баласы экен мына. Султандын баласын. Статустун баласын. Машалла. Азыр биз туугандар мына знаменитый Франкелди да көрсөтөбүз. Сабыр кылып туруңуздар. Могу статустун баласы. Канча жаш болду бул? Бул жаңы 2 тиш буст уже. Машалла. Жаңы 2 тиш буст. Статустун баласы. Бул да калат өзүңүзгө. Бул да өзүбүзгө буюрса. Уруктукка буюрса. Султанды кармайм, Султандын баласын. Жаш кочкорлорду көрсөтүп коелу. Эртең 4 тиш жарганда келсеңиздер эле бир башкача болуп кетет го. Машалла. Муну алгансызда, Бул Ануардын короосунан келген. Энеси Ландрастын кызы. Султан деген кочкор Россияга кеткен 80-дин баласы. Так. Энеси Ландрастын кызы, атасы 80-дин баласы, Машалла, мына кулактарды караңыздар. Бул кандай максатта алынды эми? Бул да ошо өзүбүзгө кочкор деп буюрса. Адам койго кошула элек, эми жайдан баштап Жайдан баштап пробный кошулат экен.
Мына кочкордо эмне? Башы кудум эле ландырас, Ландырас. Кулактарды айтпаңыздар, машалла. Да белдин түздүгү, экземпляр. Мына куйруктар разрестер менен экен. Машалла. Козу тиш да бул. Козу тиш. Бул азыр бир тишин түшүрүп эки тиш сайганда 1 жаш 2 айдан ашып калды да. 1 жаш 2 айдан. Так, ушу жаш кочкорлор буйрса келечекке. Бир кочкор менен токтолбостон запаска дайым керек, сизге. Резервте кочкорлор. Буйрса мына производитель линиясы менен статустун мына Султандын, андан кийин Безухинин балдарын көрдүңүздөр. Кезектен буйрса мына негизги чарбага өтөйлү. Бул короодун лидери мына Франкел турат. Франкелди мен жаңы алып келгениңизде Сулон деп койгон болчу мына. Кулактары пилдигиндей эле агып эле. Азыр биз эми туугандар Франкелди чыгарып туруп көрсөтөбүз, буларды киргизебиз. Андан кийин Алтынбек байкенин статустун кыздары жана башка кочкорлордун кыздары мына жаш кой коозулар менен калды туугандар мына. Чоң койлордун бүт баарын жоготту. Эми жаштар менен чыгат буйрса Алтынбек байкебиз. Туугандар, мына Франкел. Кочкордун гүлү. Алып бериңиз, Алтынбек байке. Бул грузин. Куалда да. Баласы, Франкел. Бул да 1 жаш болду. Машалла. Ылдыйраак жүрө бериң. Рулетка барбы? Рулетка барбы? Машалла. Кана келиңиздер. Ана Нурсултан байкебиз келди арашанып. Бул жакта Алтынбек байкенин достору, кайнагасы. Бүгүн тамашага келдик. Бүгүн тамашада өтө кооз нерселерди көрүп атабыз. Көз тийбесин, машалла деп кетиңиздер комментарийге. Сук көздөрдөн этият кылсын Алла Таала. Машалла. Алтынбек байке. Франкел деп эми жаңы баштоочулар билбеши мүмкүн, бирок Арашанда жүргөндөр бүт баары билишет. Ушундай кочкоруңуз бар экен. Анан жакшы баалар болгон, сатпай койдуңуз. Кочкорду эми кандай? Мындан качан кооз көрөбүз? Качан кооз алсак болот? Бул жерде бир 6-7 токту турат. Да бир 2-3 кой, бир 10дой башка коштук. 7 айынан кийин пробный. 7 айында баштап 2 жөнө кошконбуз, андан кийин 8 айдан ашкандан бир 6-7 жөнө кошулду. Баярдын эгисине да кошулган. Ал Таластан Үкөш байкенде тууптур, ургач болсун. Машалла. Даныйларын айталы бул эми каяктан келип чыккан, түбү каяка барып такалат? Бул кочкорду өзүм Баканыкынан алып келген, Маякта Бака. 4,5 айында. Бирок ошондо мен моейде көргөмүн, Мына ол жерде? 4,5 айында өзүбүз $15,000 сатып алганбыз. Машалла, мына. Мустамеке канча дейсиз кулагын? Кулак 25 да буну. Буну 22-23 да айтыш кыйын. 24 чыкса керек. Машалла. Банкиракта да 24 да, мындай 25. Бул баягы пакистанский эчкилер жылда калтырчудай го, сулуулук, Машалла эми. Ал башка нерсе, бул башка нерсе. Тамаша. Кочкорго бир тамаша кылайлы. 80 небереси бул, 82 линиясы. Энеси? Энеси Бахан маткасынан. Болду. Так, кочкорду бир речеттен баштан баштап көрүңүздөр. Кулак кандай жайгашкан. Мондай кулактар, мындайча айтканда Кыргызстанда мен көп жерде көрө элекмин, бирок мен көргөн кулак боюнча рекорд ушул да. Болушу мүмкүн, бирок мен көргөн боюнча. Кулак 24 таза чыгат деди, моштүбү 25 чыкшудай эле көрүнүп атат менин көзүмөчү. Мындай болсо. И баш, карбонос. Төшүн көрсөтүңүзчү Нурмамеке. Машалла. Эми белдин түстүгү. Өңдү айтпаңыздар. Өң мандаринди койсоң, мандариндин алда темный го. Разрезсына. Производитель. Алтынбек байке, бул кандай эми келечекте? Кармайсызбы? Статус мен Титаниктин ордуна ушул басат. Машалла. Өтө жакшы. Бул кочкор болсо азыр 5 ай болуп калды. Бул грузиндин баласы, Славиктин коросунан алып келдим. Буйруса муну дагы кийинки жылга ошо селекцияга. Грузиндин баласы. Машалла, өтө сонун кыз кочкор. Машалла. Франкелдин кыздары да койсун,
Атак, көчігін көрсетші. Көчігіні. Өте сон. Франкел бош қойыңыз әм, көрөйлі, бош жүрген. Машалла, 5,5 ай грузиннің баласы. Бұны кіргізе өрсең болады, жанына қош қой. Бұның бойы қанша шығады азыр? Бойы 90-дан ашып болды ғой, тоштар сенейлі. Жақында. Маш. Мұның бойынан ұзындығы соның ғой, көзіңе ұзындығы әле көрінеді екен. Машалла мына. Вот чистота, вот экземпляр мына арашан. Асыл тұқым арашан деп ұшыларды айтады. Бұттың жоғындықтары. Негізі мұндай. Мұндайша айтқанда, еме дөйін, биылғы қоз қошқорлар немі ұшылеген да, пока біздің өлкөде. Біз өзіміз айта албайыз, сен бөрі салыңыз болса жақшы селекция қылалы деп әрекет қылып атамыз. Жоқ, мен не деймін, мен барып қорығы кире албасам мұнағы кіріп шыққан қорғыларым ішінде қоз іштерден лидер ұшылға. Бұл өз февральский екінші мекен. Бұл ұшы, январның аяғы. Bir yaştan ötken hazır. Az bir yaştan, bir yaş 20 gün болып қалды. Maşallah. Qozu tiş. Maşallah. Мына ушундай қошқорго мақсат қойыңыздар. Селекция кылып иштегенде ушундай қошқорлорду алайлы деп ниет кылып, ушундай типаждуу козуларды алсак гана, Машалlah. Та қошқорыңыз арык экен, тарык. Тарык. Атак өтө сонун. Машалла. Қандай бағалар беріп атау елдер? Космический қылып. Емі баға бергендер болды, бір-екі кіші баға берді. Сатпадыңыз? Жоқ, сатпаймын. Машалла. Қошқордың қошқор екен. Құлағы точно қанша шығады? Алтынбек бек. Берем 24 сенеге манан. Рулетка жоқ ба? Көзіме 25 кетшідей сезіліп атады да. Нұрстан байке көз өлчөйлі. Құйрық дарбысты кесіп қойғанда өйлі разрезі бар екен. Рулетка алып келгенше келің Алтынбек байке, моғылардан сөз қылайлы. Так, тоқтылар. Бұлар тоқтылар. Берде безуқ едікі бар. Нар жақта тұрады. Анан статустың қыстары. Ол қара тарнада ұңғысы бұл. Бұлар ұшы жаңы қачты. Тарнада статус бір туғанда өзі? Анан француздың тұқымдары. Безуқ едікі статус тұқы бар. Машалла, ona тоқтылар. Ана бұл қойларыңызшы? Бұлар туған қойлар. Бұлар туған қойлар. Азына қозылары. Машалла. Бөлек қошқордан. Қойлар келген сізге? Бұл қойларды мен өзім сатып келгем. Бұлар қозылары шойды. Башқа қошқордан келіп туды ба? Шулардың қозылары. Бұл қойлардың қозылары. Машалла. Мына еми... Ол чоңырақ болып тұрбай. Ошол Титаниктің қозысы. Мо жалғыз, Бұл Титаниктікі. Мен бақтажым көрсөз, жердежім. Алып кетіп қалады ғой деймін. Ана бұл жерде статус тұқынан бар, Султан деген қошқорды ғой, Бақамаевканың Оростан келгендерден де бар, 7-8 тоқты. Бұлар алды 1 жаш болып қалды, арты 7 айдан ашты. Алтынбек байке, бұл жерде қанша тоқты бар ем? Бұлар қачан қачат? Жерден 30 қанша баш, 33-ті, 34-ті шынай баш. Бұйырса ем о жайдан кейін үйлегеніне, чоңдарына қошауыз. Франкел бе? Бұл Султан менен статустың қыздары. Тағырық айтқанда 80 менен француздың тұқымдары. Қазір 2 линия тең қиын. Титаниктікі бар, 3 ай бар менде. Титаник Широкин тұқым өлі? Титаник Виконттың баласы. Жақында Титаник сатты. Титаник біздің жаматқа кетті. Бақта жалды. Мұнағы 30-дан ашық бұйырса келешекте күзір қойлар ұшылар екен. Бұйырса бұлар 1 жаштан 7 айдан 1 жашқа чейінгілер. Бұлар баяғы бірді туғанда екен сөйек чоң ойғанда көрестерден қатар тізіліп. Алтынбек байкем жүріңізші тәттігілер неғыл өлчі отады. Көрейліші. Бұлар ғанан тоқталауыз, қачырлек бұлар. Бұрақ линиясын айттық. Қашалек ең шо. Мұнау статустан, мұна олар? Бұлар статустан, берден ең статус 16 тұғы ұшындай бар. Жоқ, мұна ярки оқшайды статустықлар. Ярки.
Maşallah mına. Qancha ekan Nursulton aka? 25 atamiz. Quloqdimi? Nah, kel. Absalom aka qara oltani taqsiri sharikdan qo'yingizchi. Nah, sharik. Bu tüyünlü ekan-da. Qana, men qaramaychi. Qarama. Sharik mo'ytdi ekan-a? Tüyünlü ekan-da buniki. Alıstan gel, kayra. 25. Direkte qilib, ani trubkani o'tkizay qilib 24 deb sanagam. Men bular кейбір qulog'ida o'satganda. Hozir 1 yosh bo'ldi. Siz bayog'i жаңы alib kelganda da quloq shunday bo'lchi, yo bundan uzun bo'lchi? Unda ham o'zi kichik bo'lchi al vaqtda 4,5 oylik bo'lchi. Quloq kichkina keldi. Al vaqtda 23 deb o'lchab kelganmiz. Biroq cho'g'aygandan ko'p o'smasa kerak, a? Negiz 1,5 yoshgacha o'tadi deydi qulog'idan. Maşallah. Qo'chqor o'ta son. Алтынбек байкенин qo'rovsi. Mına производитель bir gana qo'chqor bilan to'xtalmasdan 5-6 qo'chqor rezerv bilan har qanday liniya buyursa bu yerda Sultanning qizlari, Titanik'tin statusning qizlari bor ekan, aning Bezukhining ancha-muncha qizi. То есть o'ta miqti liniyadagi qo'ylarni olib qolibdir Алтынбек baykem. Hem Алтынбек bayga kelib bu Frankel'nin qizlarini bolalarını alaverasizlar gelip buyursa. Kezeke turib. Tak, erkekleri var hem tuğulganda qarab görсеңiz kerak, a? Buyursa. Bağı çıksa satıladi degендей. Oy, buyursa biz şu gelecekte şuların qo'zlarını anan satamiz da buyursa. Prinsip boyunca urg'achilar satılmaydı baribir. Hem hozir urg'ach o'zi taziraq bir jalpı qo'ylar jalpı bir 50 ga chuqur. Anan urg'achilar satmaymiz deb niyat qilib o'tamiz, hem erkekler satıladi. Bu qara qo'chqor satıladi. Hozir martda 2 yosh bo'ladi. Ular çok istayib qoldi. Fransuzning neveresi, statusning Lutfanning balasi. Bu mo qo'chqorlar satiqqa, a? Bular satiqqa. Narkı oşol Белый Стреланың баласы. Ne oldu? Buradagi narkısı sarıdağı. Arka jaq reşitkan astında turgandağı, başını götürgөн. Al Виконттың баласы olsa satılıp ketdi. Ол Белый Стреланың баласы. Ошол, а? Qaranın aldındağı. Sırt kalıp çalmaya kaldı. Ne? Metr bol kaldı 2 yaş bolak budağı. Aha. Tamam, o qaralar da satıladi, da? Qaralar satıladi. Narkı Aybek Nurbek baykelerinin liniyası madanası kaldı. Balıkten qo'chqorning balası ekan. Balıkten balдар. Bular yosh qo'chqorlar deymi buni? Bular 1,5 yosh. Yerdaagi shu 2-3 yosh satıladi. Bu qaralardan bölök. Bu qara o'sha ketdi. Bir sıqqanda bo'lsa salsa shu. Chamalu bahsi var bularning. Munchadan munchaga cheyin degan. Белый Стреланың balasının 5,5 ming dollar. Так, kush. Vaqaning qorasına chiqqan. Qalganlar 1000 dollarlıkta var жоқ? 1000 dollarlıklar barlar jagында bir küçük lökös var. Bol. Ana bu qara qo'chqor 3,5 ming dollar bo'lsa. Bu qara 2 yosh dedingiz, a? 2 yosh bo'ladi. Quyruqlari yaxshi ekan. Narxi qara qo'chqor 1,5 ming. 1,5 ming. Büt bar liniyasi bor, a? Satılib turganlar. Qashqina. Bu Afgan o'xshaydi-mi, o? Bu lenesi chuluq qalgan bo'lchi. Bu satılmaydi. Mına uşular ekan tuğanlar. Qo'zg'ochqorlardan satasiz-satmaysizmi? Qo'zg'ochqorlardan ne buyursa satıladi. Yaqinda bir 10 chaqda qo'zg'och 7-8 aylık 10 chaqda juring. Hozir ko'ramiz tuğanlar, shularda borib buyursa. Qo'zg'ochqorlarda bir chetdan ko'rib ketamiz. Bu qo'rg'onning ichida qo'zg'ochqorlar bor. Jur. Qo'zg'ochqorlarni ko'raylikchi. Maşallah. Qara. Bu jana cho'ng qo'chqorlar be. Buna bu yerda. Bu yerda qo'zg'ochqorlar satıladi. Xo'sh. Bu qaysi tuxumdari? Bu yerda çalışdan men qaysinisi kerak bo'lsa shuga yarasha aytib beraman. Bu yerda germeslikdan bor. Oh. Bakalar kelib qo'yishingiz kerak ekan, biraz, a?
Гермес, Султан. Қошқорынан шыққан широкий моласы, Рустам деген қошқорынан екі шоға. Бүт линиялары бар деді. Қоз қошқор іздегендер келіш керек екен, ә? Бұл жерге. Ақырындық менен. Қоз үзілмеген қырқылбай қалғандар бар да. Ну, келіп, қарап, көріп, таңдап, таңдағаннан кейін мояққа жарық алып шығып көріп тұр, анан содалассаңыздар жарашуда екен. Bir 20-ға жақын қоз қошқор бар, маға ділі жетпей деген. 15-тей. Қызыққандар осы чалсын. Әрбір өзіне жараша бағасы бар болса керек, сіздер чалып, сөйлесіп көре беріңіздер. Болды? Бұл қойлар емі қара қойлар, бұлар өзінің тұқымдыға. Бұл боз оқшайды, боздыр шаға кіреді. Торнадо статус бір туған, француздың балдары, но қара қойлар өте чоң екен, сөйікті, алтынбек бәйге. Мен биіктен тартып отам да, моғын үстіне шығып алмағым, моғын үстіне шығып алғам. Үлді чөйіне, мына туғандар ұшы қойлар екен. Бүгін біз Алтынбек бәйкенің қоросында қонақта болдық, бір қанша ағаларымызбен біргелікте. Бұйырса, сатыла тұрғандарын да көрсөттік, сатылбай тұрғандарын да көрсөттік. Бірақ ұрғаты сат деп чалбайлы қойсын, уақытынша? Только қошқор. Бірақ айта кеткен нәрсе қачан туылады? Франкелдің балдары. Франкелден апрелде. Апрелде? Қанша баш қой туыйды, мысалы? 7-8. Аз екен, да? Асынан оймаса кейінгі жылға. Мен бұйырса жастан кейін гүлөгөндөргө бір жаштан ашқандарға қошауыз. Анан туған қойларға қозлар бөлінгенден қошауыз, көбінше бұл жайдан кейін қошылып қалады да. Күзден баштап екен, көбінше? Масса туылады. Еркегіне баяғы бір каттағы бұрындамай бар да дағыл, сөйлесіп. Керек дегендерге сатамыз. Болды, туғандар. Мен білем, башқа жақта қандай, Арашанның системасында Арашан оттар бір-бірін таниды. Келет, жаққан болса содалашады. Содалашып көнден кейін, болды, сүттен шыққандай алып кетем дейді, бірканы басады құлағына. Бұл таласқа, гөлгөже, чүйге, қантқа, тоқмоққа деп кете береді жәндіп. Туғандар, мына ұшындай біз бүгін қонақта болдық, чарбасын сіздерге бір реттен көрсөттік. Бұйырса, өз ойыңыздарды комментарийға жазып кеттіңіздер. Алтынбек байке жаңы баштаушылардың қатарына кіреді, селекционерлердің алдындачы. Алтынбек байке қанша жыл болды сонда? Таза өткеніңізге? Негізі баштаған 5 жыл болды, таза өткеніңізге 3 жылдан ашты да. Қату кірішкеніңізге бұйырса. Жоқ, қорағыңыз жақсы, қиын болып кеттіңіз, сіз атақты болып кеттіңіз да. Біз атақтыларға жетіш қиын, қаншағы маған байкелер. Бір ел өзінде барсыз да. Мейнет қылышқан, емгек қылып, ошоны селекция қылып, ошоның артынан біз емгек қылып атасен бұйырса. Селекционер болыш қиын, ә? Қаншалаған өмірлер кетті, 70 жылдан белгілер бар екен. Селекционерлер бұлар өздерінен ұшында қиындар шығарғандар деймін. Алардың алдында біз жаңа баштаучы. Бұйырса. Мен дағы бір рет өз ойымды айта кетейін. Арашан деп, 6-шы чауы құлағын сойып жейіп, ұстыған тартауы деген нәрсе емес. Арашанның өзі негізі аурасыз. Көргенде көңілің тартылады, алғың келеді, қармағың келеді. Тұра, Алтынбек байке, мақсат ошол. Анан екінші жағы бұл қойд сұлулық, қойд өңі, қойд бойы, салмағы, азыр Орта Азияда ет жана бай бағытындағы любой породан артында қалдырады. То есть чарба қойың болса қойсаң, төлің оңдайды, не қылсаң болады да. То есть бұлар улучшенный бір мясосальный порода, ет жана май бағытындағы бір порода, подвид деп қояды. Улучшенный, қаны күшті, теги күшті, салмағы, бойы күшті. Ушыларды қолданып сіздер құроғыңыздарды көтерсеңіздер болады деген бағыт. Чарба қошқор менен чарба қойдан ешқашан мықты туылбайды. Аны менен қороды көтере албайсыздар. Бұлардың қымбатшылығының мақсаты бірден бір себебі ошо чарба қойды көтеру. Мына ошонун генетикасы күчтүү болгон үчүн. Мунун генетикасын күчтөш оңой болгон эмес. Биздин сайыз убагынан бери, илгертен бери ата бабасы кылдап келген ошо селекционерлердин коросунан алып, көбөйүп мына ушундай деңгээлге келген нерселер туугандар. Менин оюм ушундай. Сиздер Арашан отторду капа кылбай, сен зорсуң, мактап, Алтынбек байке сиз зорсуз деп, андан көрө кол сыналыңыздар. То есть булардын генетикасы күчтүү. Мейнет кылганга берет дейт го. Ошон үчүн келип көрүп,
баарлашып алыңыздар. Тез көз карашта болбойлу. Эгер биз дагы ушундай 30-40 жыл кылып, эң кыйын иш Алтынбек байке. Төл алып сатыш йырында. Кочкор табыш жаман кыйын, а? Эң азап. Эмес. Азыркы элдер дагы жаңы туулганда эле жакшы кочкорду же кымбат айтып атышат да. Анан издеп ал кочкорду алып келиш. Мага да адамдар кочкор табыш деп көп айтат, анан аралашып издешесиң да. Эми анан сиздер да көрөбүз. Эң кыйын иш мына ушул, а? Кочкор табыш бир. Дайым ойлонуп жүрөсүң да. Ушундай жакшы кочкорду издеп табып, азарт менен издеп таппасаң, ата өтө кыйын, акчасы да кыйын. Ошентип селекция кылып аткандарга мындай түшүгүнү бир түшүнүп коюңуздар да, өзүңүздөрдүн оюңуздарды бир коюпчу. Мына ушундай туугандар. Мисалы, улак чапкандар көп билет мына. Bir районго барсаң, мыкты мындай көзгө басар бир эле ат болот го. Улакта кыйын чабып кое турган республикалык деңгээлде ошо сыяктуу эле да, көкбөрүздө канча ат чуркайт, арасынан 5-6 атыбыз күчтүү. Бул деле ошо сыяктуу туугандар.